Ерте-ертеде терең орманның қақ төрінде түрлі түсті көбелектер мен бұлбұлдар қоныстанған бір ғажайып алқап болыпты. Сол жерде Аяру есімді кішкентай қыз әжесімен тұрыпты. Аяру өте мейірімді, еңбекқор және табиғатты қатты жақсы көретін. Күнде таңертең ерте тұрып гүлдерге су құйып, құстарға дән шашып жүреді екен. Бір күні орман ішімен серуендеп жүргенде ол ерекше бір гүлді байқайды. Бұл гүл күн сәулесінде кемпір қосақтай құбылып, өзінен тәтті қош иіс шығарып тұрады. Аяру гүлге жақындай бергенде гүл сыбырлағандай дыбыс шығарады. «Сәлем, Аяру, сен мені тапқан мейірімді жансың. Мен сиқырлы гүлмін, саған 3 тілек беремін. Бірақ есіңде болсын, әр тілегің таза ниеттен шықсын». Аяру таңданып, қуанып кетеді. Алдымен ол ойлана келе бірінші тілегін айтады. «Менің ауылымдағы барлық балалар тоқ жүріп, бақытты болса екен». Кенет орман ішінен жарық-жарқ етіп, алыстан балалардың күлкісі естіледі. Екінші тілегің де ойланып барып, «Әжем ұзақ жасасын, денсаулығым мықты болсын» дейді. Сол сәтте үй жақтан жайлы самал соғып, гүлдер желмен бірге тербеліп, әжесінің жымиған жүзі көз алдына келеді. Үшінші тілекке келгенде Аяру ұзақ ойланады. Ақырында, «Мен адамдардың бір-біріне көбірек мейіріммен қарағанын қалаймын» дейді. Сиқырлы гүл соңғы рет жарқырап, бір түйір тұқым тастайды да ғайып болады. Аяру бұл тұқымды өз үйінің алдына егеді. Бірнеше күннен кейін ол жерден тағы сондай сиқырлы гүл өсіп шығады. Содан бастап кімде-кім таза ниетпен оған жақындаса, жүрегіне жылулық ұялайды екен. Аяру мен әжесі гүлге қамқор болып, ауылдағы адамдарға мейірім мен үміт сыйлапты. Орманда бұрынғыдан да жайнап, ертегі әлемі сияқты болыпты. Бір күні Аяру гүлдің айналасында ойнап жүрген кішкентай балаларды байқайды. Олар гүлге қарап таңданып тұр екен. Аяру оларға гүлдің сыры жайлы айтып береді. Балалар бұл гүлдің жай гүл емес, ерекше мейірім сыйлайтынын естігенде, әрқайсысы жүрегіндегі бір тілегін іште айтып, гүлге жақындайды. Сол сәттен бастап ауылда бір керемет өзгеріс орын ала бастайды. Бұрын ұрсып жүретін көршілер бір-бірінен кешірім сұрап, достасып кетеді. Үнемі жалғыз жүретін қариялардың қасына балалар келіп, әңгіме тыңдайтын болды. Тіпті ауылда бұрын болмаған кітапхана ашылып, барлық балалар ертегі оқуға құштарлана түсті. Бір күні Аяру түнде түс көрді. Түсінде сиқырлы гүл оған былай деді. «Аяру, сенің жүрегің таза, тілегің шын. Сол себепті сенің тілектерің шындыққа айналды. Бірақ енді менің уақытым аяқталды. Енді сиқыр сенің өз жүрегіңде». Аяру таңертең оянғанда гүл орнында жоқ еді. Бірақ оның орнында жаңа бір бүршік өсіп келе жатқанын көреді. Ол бүршік жай гүл емес, әр баланың жүрегіндегі жақсылықты көріп, соған қарай өсетін гүл екен. Содан бастап, әр бала өзінің ісімен бір бүршікті ашуға көмектесе алады деген сенім орнады. Ауылда жаңа дәстүр пайда болды. Әр жұма күні балалар мен үлкендер бірге мейірім күні өткізетін болды. Бірі ата-әжесіне көмектеседі, бірі достарына жақсы сөз айтады, бірі жануарларға қамқор болады. Сол жақсылықтардың арқасында гүлдер алқабы бұрынғыдан да әдемі болып жайқалды. Сиқырлы гүл кеткенімен, оның шын мәніндегі сиқыры адамдардың жүрегіндегі мейірім мен ізгілік екенін бәрі ұқты.